Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бұл әңгіменің қайдан пайда болғанын, төркіні қайда екенін маған беймәлім, бірақ Жанбол сені неге Назарбаев ұстамайды, Еуропаның қай елінде тығылып жүрсің деген сұрақтар туындапты біреулердің. Соларға жауап беріп өтсем. Біріншіден, ұстамайды мен ұстай алмайдының айырмашылығы бар екен ескертейін. Екіншіден, тығылатын ол тышқандар. Ал мен кез келгеннің алдына барып, мен Жанбол Шекербекұлы деп көкірегімді соғалатындай қазақтың еркін әрі әділ жігітімін. Түсінікті деп ойлаймын, Қай жақта жүргенім қатты қызық болатын болса, көріністен түсінікті болар деп ойлаймын. Кез келгеніңізге, Алматыда болғандарыңызға ешқандай да бейне не басқа да монтаж емес. Содан менің әрбір сөзім түгілі әрпім абсолютті ақиқат. Айтатыным қазағым үшін. Осыған дейін бірнеше рет қайталап өткен, тағы да айтайын. Мен тіпті өзімнің қауіпсіздігімді қамтамасыз ету үшін шет ел асып, елімді, жерімді, ұлтымды тастап кетпеймін. Мен осында боламын. Маған қандай жағдай дайындалған болса да, қандай жағдайға ұшырайтыным белгілі болса да, осында қалам. Өйткені мен әрбір сөзім түгілі әрпіме сенімдімін. Мен қазағым үшін жүрмін. Қазағым бай, денсаулығы мықты, білімді, иманды, еркін болу үшін жанымды қиюға әзірмін. Ал кешегі, яғни 10 маусым Абылайхан Төле биде ұсталғаным жайлы хабардар кісілерге айтарым: уайымдамаңыздар, шықтым, аман есенмін. Тек қана мен ұстайтын кезде полицей өзімнің қазақ нелерім, әлдері жетпей, әлектер төртеуі машинаға салмай жатқанда, мұнда көрініп тұрма, соққы берді. Машина отқан соң тағы да неге қасарсасың деп тағы да соққы қалды. Бірақ ол ештеңе емес, үйреніп қалған дүние, және де ол үшін алдағы уақытта заңды түрде жауап алам. Бір қастандық жасап, қазір үйлердің алдынан барып күтіп алдым, немесе формасын шешкен күтіп жүрмеймін. Ондай адам емеспін, ондай ұсақ тек адам емеспін. Ол үшін алдағы уақытта заңды жауап алам. Қазір неге алмайсың дейтін болсаңыз, кеше Шаляпин, Береговой, сол жақтағы полиция басқармасын алып барды. Ол басқарманың басшысының бірінші орынбасары Нұрлан ба. Оған айтсам осы мәселені, өзіңіз қасарысқандықтан сондай күш қолдануға мәжбүр болды олар дейді. Енді онымен де кейін сөйлесе жатармыз. Тағы да бір сұрақтарыңыз болып жатса, мен өзім әлеуметтік желілерде отыра бермеймін. Бірақ менің атымнан ашылған парақшаларға жазып, сұрақтарыңыз қоя берсеңіздер болады. Оның жүргізушілер, әкімшілер маған әйтеуір жеткізеді. Мен олар арқылы жауап беруге тырысамын. Көзім жұпыл, жұмдым ба, жұмбайым ба білмеймін, бірақ сіздер үшін. Қазірде көзімді камерадан ары-бері алуға тырысып жатырмын. Біреулер қорқынышты дейді, шек болғансың ба дейді. Білмеймін, мен шеккен адамдар қандай болатыны маған беймәлім. Ол сіздер көріп жүргендіктен, бір дәрігерсіз ба кім екен. Бірақ мен ондай нәрселер қолданбаймын, Құдайға шүкір. Менің түсінігім бойынша маған менің анам айтқан, камераға тік қарап сөйлейтін болсаң, көзін алақ-жұлақ етіп сөйлейтіндер олар ұрылар деп. Сондықтан мен өмірі камераға, яғни сіздерге тіке қарап сөйлеуге тырысатынмын. Енді бүгін сол сіздердің кейбіріңіздің өтініштеріңіз бойынша көзімді ары-бері алып, көзімді жыпылықтатып жүрмін. Тағы сауалдарыңыз болса қойыңыздар, жауап беруге барынша тырысам. Ал жаңағыдай күдіктенген ол орынсыз. Өйткені мен ақша үшін емес,
бір дүние атақ үшін емес, тек қана қазақ үшін жүрмін, ұлт үшін, жер үшін. Өздеріңіз де байқаған боларсыздар, ақша жеп жүрген болсам, осыған дейін біреудің грантында отқан болсам, бірінші видео 2017-те шықты ма? Назарбаев жайлы 94 келедім. Қазір футболка боз 24 килограмм азықпын. Рахмет деймін ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне. Сіздер де бір күні азасыздар, тозасыздар, уәде берем. Бірақ заңды түрде маған жасағандарыңызды, заңсыздықтарыңызды қайталамаймын. Мен әділ жігітпін, сондықтан әділ сот болады. Құрметпен Жанбол Шекербекұлы Рахматулла.